Жедел жәрдем жаңалықтары. Фельдшерлік және мамандандырылған дәрігерлік бригаданың құрамы өзгерді. Шақырту жеделділік санаттарына байланысты фельдшерлік бригаданың құрамы. Бірінші. Бір фельдшер, парамедик немесе жүргізуші. Екінші. Екі фельдшер, парамедик немесе жүргізуші. Мамандандырылған дәрігерлік бригаданың құрамы. Дәрігер, фельдшер, парамедик немесе жүргізуші. Парамедик деген кім? Парамедик бұл алғашқы көмек көрсету бойынша қосымша функцияны орындай алатын және шақыруларға қызмет көрсету бойынша жедел медициналық жәрдем бригадаларының жұмысына қатыса алатын алғашқы көмек көрсету бойынша кәсіптік даярлық курсынан өткен маман. Бұндай өзгеріс жедел жәрдем жүргізушілерінің жалақысын көтеру мақсатында жүзеге асырылып жатыр. Яғни жүргізуші арнайы кәсіптік даярлық курсынан өту арқылы парамедик маман бола алады және алғашқы көмек көрсету шараларына қатысады. Бір ескере кететін жайт, жедел жәрдем фельдшері фельдшерлік бригадада, оның ішінде 4-ші жеделділік санатында жалғыз жүруі мүмкін, жүргізушіні қоспағанда.